Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Маған сұрақ келді. Күніне ғұсылды неше рет алу қажет дейді. Тыңдаңыздар. Ғұсылды алатын кездерде алу қажет. Сіз күніне 2 рет немесе 3 рет алуыңыз мүмкін. Немесе бір аптада 1 рет алуыңыз мүмкін. Немесе бір айда 1 рет алуыңыз мүмкін. Ол қай кезде? Ғұсыл бұзылған кезде ғана ғұсыл құйынамыз. Дәреттен айырмашылығы сол. Енді қараңыздар. Ғұсылды бірінші қай кезде алады? Әйел адамдарда хайыз болады, орысша айтқанда месячный, сол кетіп тазаланғаннан кейін ғұсыл міндетті түрде алу қажет. Екінші, әйел адамдар босанғаннан кейін 40 күндік нифас қаны келеді. Сол қан біткен кезде, тазалап полностью біткен кезде, сол кезде де ғұсыл құйыну қажет. Бұл бірінші шарты. Екінші шарты, ер адам болсын немесе әйел адам болсын ұйықтап жатады, немесе ояу кезінде ләззаттық шахуат бөлінеді ғой, құмарланған кездегі, сол кезде ғұсыл құйыну қажет. Ал егер мынандай жағдай болса, әйел адам болсын, ер адам болсын ұйықтап жатыр, түсінде сонда жыныстық қатынасқа байланысты түс көрді, бірақ өңінде шахуат бөлінген жоқ, әйел адамдарда орысша айтқанда выделение, оны бөлінбесе ғұсыл алудың қажеті болмайды. Бұл екінші шарт. Үшінші шарты, ғұсылды қай кезде алады? Ерлі зайыптылар қосылғаннан кейін ғұсыл міндетті түрде алуы қажет. Тек осы жағдайларда ғана ғұсылды аласыздар. Жаңағыдай күніне 2 рет болуы мүмкін, немесе аптасына 1 рет болуы мүмкін, айына 1 рет болуы мүмкін. Осы шарттар бұзылған кезде ғана аласыздар. Енді ғұсылды қалай аламыз? Душ керек па, немесе ванна керек па деген сұрақтар бойынша мен астына сілтеме тастап кетемін. Сол сұрақтардың барлығына жауаптарыңызды аласыздар. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум.